Достар, лайк басып, коммент жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге екі әтеш қызықты ертегісін назарларыңызға ұсынамын. Ертеде бір кемпір шалдың екі әтеші болған екен. Олар қолдарына түскен жемдерін сол әтештерге беріп асырапты. Бір күні кемпір құстарына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер жүгіріп келеді. Шұбар әтеш қасында жүрген досынан жемді қызғанып бергісі келмейді. Шіркін, мына жемнің бәрін жалғыз өзім жеп бір тойсам-ау деп ойлайды. Сөйтіп шұбар әтеш қасындағы сұр әтешті қайта шоқып жегізбейді, мазасын алады. Ақырында сұр әтеш ызаланып шұбар әтешті шоқып қалады. Осыдан соң екі әтеш жүндері үрпиісіп, төбелесе кетеді. Екеуінің де үсті-басы жұлым-жұлым болады. Бұлар екеуі өзара таласып жатқанда, көрші үйдегі тауықтың балапандары келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді.